Мен Жолдасбаева Алтынай, Кегілер районының Жыланжап махаллесінде жасаймын. Күнім сағат 6-дан басталады. Ерте таңнан тұрып, үй атраптарын тазалаймын. Шаңарақта 6 адам тұрамыз. Әкем, анам, үкем һәм сіңілім. Мен Жастар дәптеріне тізімге алынғанмын. Қазірде Жастар істері агентлігінің Кегілер районлық бөлімінде жәмешілік декарында жұмыс алып бармақтамын. Тән алу керек, Жастар дәптеріне кіргеннен соң маған көптеген имканиятлар есігі ашылмақта. Жұмыссыз едім. Жастар дәптеріне кіргеннен соң Жастар істері агентлігінің Кегілер районлық бөліміне жәмешілік декарында жұмыс алып бармақтамын. Мен бос уақытларымда өнерменшілікпенен шұғылданамын, киім тігемін, тоқымалар тоқимын, һәм бұл өзімнің істерімнен рухи азық аламын. Бұл жер менің жұмыс орным. Кәсіптестер менен бірге бұл жерде Жастар дәптеріне кірген жастардың машқаралары һәм олардың шешімі бойынша тиісті жұмыстар алып барамыз. Жеке өзім экспериментті басламақшы болған жастардың мұражатларымен шұғылданамын. Көпшілік жастарымыз экспериментті бастамастан алдын өзіне деген сенім болмайды. Сол үшін дәсілеп жастарға өзіне деген сенім пайда болуы керек екендігін һәм басқа жақ ісінің әлеумет алып келуін түсіндіремін. Һәм сауда-санағат палатасының қанегелерімен бірге жастар 1+1 жойбары декарында білім көңілділер береміз. Бүгінгі күнде районымызда 378 жас эксперименттікке оқып, һәм өз бизнесін баслау үшін білім көңілділер алды. Мен сенемін, біз жасап отырған аймақта әрқандай міндет өз жемісін береді.